Қайырлы күн баршаларыңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сәттілік тілей отырып, мен көптен бері осы видеоны түсірем ғой деп жүредім. Осы видеоны түсіріп, өздеріңізге копилкаларыңызға салып қойсаңыздар болады. Яғни бұның барлығының ойында жүрген сол бір нәрсе жер кезегін қалай көреміз деген. Ең алдымен менің каналыма подписываться етіп кетіңіздер, және де лайк батырмасын басыңыздар. Мен сіздерге пайдалы видеолар түсіріп отыратын боламын. Сондықтан лайк басып, комментарийға кез келген сөз жазып кетсеңіздер болады. егов порталына кіреміз. Бірінші ең алдымен осы компьютермен көретін вариантын сіздерге көрсетемін. Келесі вариантта ол телефон арқылы көретін вариантын көрсетемін. Бірінші осы компьютермен көретін вариантын көрсетейін сіздерге. Ең алдымен осылай еговқа кіреміз, өзіміздің беткі парақшамызға. Осылай кіргеннен кейін осы басты парақша тұрады. Недвижимостьқа кіреміз. Одан кейін мына жерде земельные отношения. Мына жерде просмотр и постановка на получение земельного участка под индивидуальный жилищное строительство деп тұр, 10 сотық деп. Соны басамыз. Заказать услугу онлайн. Мына жерге төмен түсіріп аламыз кішкене. Тип заявление. Бұрын очередьке тұрғаныңыз болса, мына екіншіде басасыз. Актуализация ранее поданных заявлений. Мінекей сол кезде мына жерден аты жөндері шығады, қай жерге тұрғаныңыз, номер очереди, қай жерге статус очереди. Ал егер бұл жерде тұрмаған болса, егер қолыңызда қағазыңыз болса, өтініш қағазыңыз или тіркелдіңіз деген талоныңыз болса, оны жергілікті акиматқа барып тексерсеңіз болады. Кейбір жер кезегі мынадай егов порталына түспеген болады. Өткен менің жағдайымда сондай 2-3 адамда кездескен. Осылай тексерген кезде кезектері болмай шығып, акиматтан барып тексерткен, акиматта тұрсыз деген. Сондықтан сіздерге де көмегім болсын деп айтып жатырмын. Мінекей менің кезегім. Қай қалада тұрғаныңыз, қай күні и номер заявления, аты жөніңіз тұрады. Осылай қарасаңыздар болады. Келесі видеода мен телефон арқылы көрсететін боламын. Ол кезде сіздің қолыңызда талон немесе өтініш қағазыңыз болу керек, жер кезегінде тұрсыз деген. Соны салу керек боласыздар. Мінекей телефон арқылы көретін видеоны саламын. Менің каналыма подписываться етіп кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар, өтініш, менің еңбегімді бағаласаңыздар екен. Мынадай егов приложениесін көшіріп алып кіреміз. Яғни бұғанда ECP ключ керек. Мен ол ECP ключті осы видеоның астына тастап кететін боламын. Ссылкасын қалай ашу керек екен, телефонға да ECP ключ керек. Бұрын одноразовый мен кіре беретін едік, қазір ECP керек болды. Менің ECP-ім орнатылған, сондықтан мен бұған оңай және тез кіріп кеттім. Сіздерге астына видео қалдырып кетем, егер ECP-іңіз болмаса. Осылай төменге қарай түскеннен кейін, мына жерде соңғы жағында тұр. Услуги батырмасын басамыз. Осы услугидан недвижимость и ЖКХ-ны тауып аламыз. Осының ішінен 10 сотық деген тауып аламыз. Постановка и просмотр земельный участок деген тұр. Мына жерде 10 сотық деген, осыны басып кіреміз. Сіздердің өтініштеріңіз алдын ала фотоға түсіріп алған болуларыңыз керек. Яғни алдын ала суретке түсіріп қойсаңыздар болады. Тип заявление дегенді басып, актуализация ранее поданных заявлений дегенді басамыз. Екінші тұрған. Менің очередім бірінші шықты. Сіздерде де шығуы мүмкін. Егер шықпаса,
мына жерде астында графалар толтырамыз, яғни примечание укажите данные, которые необходимо актуализировать дегенді басамыз. ФИО, ИИН және номер заявки, дату заявления дейді. Уақытын, аты жөніңізді, ИИНіңізді және заявка номерін жазсаңыздар болады. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Өтініш лайк басып кетсеңіздер, сіздерге пайдалы ақпараттарды барынша тегін шығарып беріп отырмын. Сондықтан менің еңбегімді бағаласаңыздар екен. Рахмет сіздерге. Мінекей осы жерге аты жөніңіз, ИИНіңіз жазып толтырасыз. Алдын ала түсіріп қойған талонның фотосы немесе өтініштің фотосын түсіріп қойсаңыз болады фотоға. Және осылай етіп загрузка жасайсыз телефоннан. Егер бұрын жасалған болса, выбрать ранее загруженный файл деп соны басасыз. Ал егер бірінші рет көрейін деп тұрсаңыз, алдын ала фотоға түсіріп алып, загрузить новый файл дейсіз. Сөйтіп продолжить батырмасы шығады, көк батырма болып, соны басасыз. Сол кезде сіздің үй кезегіңіз көрінеді. Егер көрінбей жатса, өзіңіздің елді мекеніңізде тұрған акиматқа барып, өтінішіңізбен барсаңыз болады. Тамашалағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.